Арстандар туралы қызықты деректер. Арстандар батылдықпен, айбаттылықпен ұштас жануарлар. Осы тұрғыда арстандай айбатты деген теңеудің мағынасының түп төркінін аңғаруға болады. Қалың жалымен оңай танылатын арстандар кез келген дұшпанмен күресуге қабілетті қорқынышты жыртқыштар. Бұл ірі жыртқыш өзінің аумағына кірген кез келген қарсыласын жеңе алады. Арстандар адамға сирек шабуыл жасайды екен. Арстан мен жолбарыстың қайсысы ірірек деген сұрақ төңірегінде қызу пікірталас әлі де жалғасуда. Негізінен жолбарыстар арстаннан үлкен деп ойлайтындар көбірек. Бірақ бұл пікірмен бірқатар ғалымдар келіспейді. Лигр арстан мен жолбарыстың будандасуынан пайда болған жануар. Әдетте екі жыртқышқа қарағанда олардың денесі әлдеқайда ірі. Оның салмағы жарты тоннаға дейін жетіп, ал денесінің ұзындығы 3,5 метрден асуы мүмкін. Мысық тұқымдасының барлық өкілдері арасында арстандар ең биігі. Ересек арстанның салмағы 4-1 тоннаға дейін жетеді. Арстан ұрғашысының салмағы шамамен 2 есе аз болады. Арстан жалының ұзындығы 40 сантиметрге дейін жетеді екен. Көптеген басқа ірі мысықтармен, жолбарыстармен, барыстармен және ягуармен жұптасуға қабілетті көрінеді. Ғылыми зерттеулер бойынша арстан жалының түсі неғұрлым қара болса, соғұрлым оның репродуктивті қабілеті жоғары болатындығы дәлелденген. Алайда қара жалды арстандар ыстыққа төзімсіз келеді. Тасқа салынған суреттерге сенсек, қазір жойылып кеткен үңгір арстандарында жал мүлдем болмаған немесе өте жұқа болған. Үңгір арстаны сондай-ақ Сібірде өмір сүрген және бүкіл ғаламшарда болған мысық тұқымдастарының ең ірі өкілі болған. Арстандар күніне 20 сағатқа жуық көлеңкеде жатып демалғанды жақсы көреді. Жалғыз арстандар табиғатта кездеседі, бірақ көбінесе арстандар бір немесе бірнеше аталықтан, аналықтар тобынан тұратын үйірмен өмір сүреді. Арстан жүрегі дене салмағының 0,5-ын құрайды. Бұл барлық жыртқыштардың арасындағы ең аз қатынас болып табылады. Кейбір жағдайларда арстандар тіпті пілдерге де шабуыл жасауы мүмкін. Орташа алғанда 5 арстан күшіктерінің біреуі ғана 2 жасқа толғанға дейін тірі қалады екен. Арстандар өз аумақтарын қорғау барысында ажалмен бетпе-бет күреседі. Ересек арстандардың тырнақтарының ұзындығы 7 сантиметрге дейін жетуі мүмкін. Гепардтарға тап болғанда арстандар оларға әрдайым шабуыл жасайды, ал гепард тек қашу арқылы өзін құтқара алады. Арстандардың күшіктері 2 жасқа дейін ақыруды үйренеді. Жаңа туған арстан күшіктерінің салмағы орта есеппен 1-2 килограммға дейін жетеді. Арстанның тұрақты үйірінде арстан ұрғашылары әдетте аң аулайды, ал еркегі демалады. Егер арстанның өзі аң аулауға шықса, ол жемтігін сол жерде өзі жейді екен. Арстан бір уақытта 30 килограммға дейін ет тұтына алады. Арстанның көзі түнде өте жақсы көреді, тіпті түнгі көріністі адамнан 4 есе анық көреді. Арстан күркіреп ақырған кезде дауысы 8 шақырымға дейін естіледі. Салмағына қарамастан олар жылдам жүгіреді. Ұрғашы арстандар 8 км/сағат жылдамдықпен, ал еркек арстандар 60-70 км/сағатына жылдамдықпен жүгіре алады. Табиғатта арстандар өте жалқау көрінеді. Тойған арстан қауіп төнген жағдайда немесе көлеңкеге көшу үшін ғана қозғалады екен. Ыстық кезеңде арстандар тәулігіне 20 сағатқа дейін ұйықтайды.